Сәлем достар, бүгін біз дүкенде сатылатын сникерс пирогын пісіретін боламыз. 250 грамм ұнымызды үккіштен өткізіп аламыз. Какаомызды үккіштен өткіземіз. 50 грамм какаомызды, 10 грамм қопсытқышымыз, ваниль саламыз кішкене. Жұмсақ 130 граммдағы 82% майымызды салып, әбден араластырамыз. 50 грамм ішіне сахарный пудра салдық. Қамырымыз сәл дәмі тәтті болу керек. Бір жұмыртқамды жарып салдым. Менде бір S категориясындағы жұмыртқа, үлкен жұмыртқа. 2-3 қасық қаймағымды салдым. 20%. Қамырымызды жылдан басын біріктіреміз. Өйткені бұл көп еліп тұратын қамыр емес. Қамырымызды екіге бөліп аламыз. Үлкен бөлігін табама салып, жайып, осындай жағасын көтереміз. Бортик дейміз, осылай жағасын жақсылап көтеріп аламыз. Қамырымыз дайын. Енді ішіне салатын салмамызға кірісеміз. Табамызды қойып, осындай менде Любаваның варенкасы 380 грамм. Оған 100 грамм арахисімізді саламыз. Араластырып. Жақсылап араластырып алып, осындай қамырымыздың үстіне салмамызды саламыз. Салмамызды салып, ішіне жақсылап жаямыз. Микс пирогтардың бірі, сатылымда жүрген, өте тамаша, әдемі болатын пирогтардың бірі. Осылай жақсылап бәрін біркелкі етіп жайып алғаннан кейін, екінші қамырымызды алып, бетін әрлейміз. Бетін әрлеу үшін осы қамырымызды жайып, формаларға кесеміз. Мен осындай айшықтармен әрлейін дедім. Әдемілеп осындай печенье кесетін темірімен осылай кесіп алдым. Енді салмамыздың бетіне осылай қойып шығамыз. Әркім өзі біледі, қалай әрлесе де пирогымыз осындай әдемі болды. Әркім өз қалауынша жасайды. Біреулері өріп жатады, қамырмен жаңағыдай ұзынша кетіп, осындай сеткалар жасап жатады. Қалауларың бойынша жасасаңыздар болады. Осылай мен ұзынша етіп кесіп алдым. Мынау нелерімнің жағаларына осылай әдемілеп қойып шыққым келді. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа қойып аламыз. Сіздермен бірге болған Дәмдас каналы. Менімен бірге болыңыздар, лайк басып, тіркеліп, қолдап кетіңіздер.